егер затты көтеріп, оны босатса, ол жерге түсетіні ешкімге құпия емес. Қаламды да үстелден көтеріп, оны босатсақ, ол үстел үстіне түседі. Тебілген допта, бұтағынан үзілген алма да жерге түседі. Демек, барлық заттарды жерге тартатын бір өзгермейтін күш бар деген қорытынды жасаймыз. Бұл неден болады? Жер барлық физикалық денелерді, адамдарды, автокөліктерді, ғимараттарды, тіпті жер серігі айды да өзіне тартады. Жердің бізді тартатын дәлелдеу оңай. Секірсеңіз, бірнеше секундтан соң сіз жерге қайта ораласыз. Жерді біз алай тартатымызды көру қиынырақ. Бірақ айды жердің тартатын және керісінше көру жеңілірек болады. Жердің серігі ай тарту күші арқылы жердің айналасында айналады. Ай өзіне жерді тартқанда мұхиттарда су көбейіп тартылатынын байқауға болады. Барлық денелер жерге жақын болмаса да бір-біріне тартылады. Күн жүйесіндегі планеталардың қозғалысы күннің оларды өзіне тартуына байланысты. Сондықтан барлық денелердің өзара тартылуын бүкіл әлемдік тартылыс деп атайды. Ағылшын ғалымы Исаак Ньютон бұл құбылысты зерттеп, табиғаттың ұлы заңы бүкіл әлемдік тартылыс заңын тұжырымдады. Бүкіл әлемдік тартылыс күші көрінісінің бірі денелердің жерге тартылу күші. Бұл күшті ауырлық күші деп атайды. F-A индексімен белгілейді. Ауырлық күші әрдайым дененің ортасынан тігінен төменге жердің ортасына бағытталады. Ауырлық күші жер бетінде тұратындардың бәріне маңызды. Біздер, айналамыздағы заттар, ол болмаса молекулаларды жер бетінде сол күштің арқасында орын алуда. Бірақ екінші жағынан кейбір заттарды біз қанша тырыссақ та көтере алмаймыз. Зат ауыр болған сайын соғұрлым жердің тарту күші жоғары болады. Ауырлық күші жеңу үшін соғұрлым күш салу керек. Мұндай тәуелділік тікелей пропорционалдық деп аталады. Жүргізілген көптеген тәжірибелерден денеге әрекет ететін ауырлық күші дененің массасына тура пропорционал болатыны анықталған. Егер мысалы динамометр ілгегіне кезекпен массалар М1, М2, М3 денелерді іліп және әр жолы динамометр көрсетуін белгілеп отырсақ, онда төмендегі қатынастың орындалатыны көз жеткіземіз. F-A1 бөлінген М1-ге тең болады F-A2 бөлінген М2-ге тең болады F-A3 бөлінген М3-ге тең болады G. Сонымен барлық денелер үшін ауырлық күшінің дене массасына қатынасы тұрақты болады. Бұл тұрақты шаманы G әріпімен белгілейік. Сонда F-A бөлінген М-ге тең болады G. Осыдан денеге әрекет ететін ауырлық күші дене массасына тура пропорционал. F-A тең болады М көбейту G. Тұрақты G-ның шамасы жуықтап алғанда 9,8 ньютон килограммға тең. Өте дәл өлшеушілер осы G тұрақтысының мәні тұрған орынның географиялық ендігіне байланысты болатынын көрсетеді. Мысалы, солтүстік полюсте G тең болады 9,832 ньютон килограммға. Болса, экваторда G тең болады 9,178 ньютон килограммға. 45 градус географиялық ендікте G тең болады 9,806 ньютон бөлінген килограммға. Сонымен қатар, бұл тұрақты шама өлшеу жүргізілетін орынның биіктігіне дененің жер бетінен көтерілу биіктігіне байланысты екені анықталған. Теңіз деңгейінде G тең болады 9,10,000-8066 ньютон бөлінген килограммға. Хан тәңірі шыңында G тең болады 9,178 ньютон килограммға. Есептеулер жүргізу кезінде бұл тұрақтың аздаған өзгерістерін елемей, оның орташа шамасы 9,8 ньютон бөлінген килограммға деп қолдануға болады. Дене әрекет ететін ауырлық күші мен дене массасын пропорционалдығы дене массасын динамометрмен өлшеуге мүмкіндік туғызады. Мұндай жағдайда оларды серіппелі таразылар, безмен деп атайды. Ондай динамометр масса бірлігінде градуирленеді және онымен дененің массасын анықтауға болады. Аспанда қалықтап ұшып жүрген бүркітке әрекет ететін ауырлық күшін есептейік. Бүркіттің массасы 3,6 килограмм. Табу керек ауырлық күшін. Берілген ауырлық күшінің формуласына қойып мәнін табамыз. Сонымен бүркітке әрекет ететін ауырлық күші тең болады 35,128 ньютон.